Люди врут, цифры не врут. Бірақ 6 адам алғанның өзінде де бұл бүкіл проблеманы шешпейді ғой. Я хочу дешево и качественно. Тогда это не быстро. Очередьте күтесің. Бір адам тек қана бір функцияны істейді да. Это метод масштабирования. Бірақ сапаны көтеру үшін сондай жаман адам болу керек. Я лучше буду работать с 3 VIP-клиентами, чем 30 эконом-клиентами. Меньше работать, больше зарабатывать. В первую очередь, ең бірінші шешім өзімнің жаңағыдай қарнымды немді ойлау, одан кейін өзімнің командамды ойлау, компанияны ойлау, содан кейін ғана клиентті ойлау. Индивидуально окей, но прайс плюс. Всем привет! Сегодня у нас разборы от Аслана Жумабаева. Сегодня у нас будет мясной контент. Я покажу без воды, как можно системно выстроить бизнес, как можно его масштабировать и как уберечь себя от ошибок. Если вы досмотрите этот выпуск до конца, то именно от наших экспертов для вас будет специальный подарок в виде разбора вашего бизнеса. Поэтому пишите свои комментарии, вашу ситуацию, и мы выберем 3 компании, которые мы разберем с нашими экспертами. Зеке, ассалаумалейкум, бәріне ассалаумалейкум, аты жөнімді айтпай қойын. Менің нишам кәсібім производство упаковки, точнее подарочные коробки, премиум коробки. В данный момент өзім проблемамды айтайын ба? Yeah. Конкретно ең болі ол постоянно менде кассовый разрыв болады да. Не себепті? Мысалға адамдардан көбінесе біз предоплата 50% аламыз. Мысалға олар заказ берді, осындай бізге 1000 коробка 50% предоплатаны алдық. Бір айға заказ жинап алдық та. Потом получается то, что само производство не успевает. А маған ол ақшаны уже сол, мысалға условно октябрьда ол ақшаны алуым керек там. 10 миллион, 20 миллион алуым керек. А менде помимо еще там расходтарым бар ғой, аренда бар, зарплата бар. Сіз бетесіз ба? Заказ түсті, 50% алып алдыңыз. Бірақ ана ескі заказ сол ақшаға істей бересіз ба? Иә. Сондай болады, часто болады. Иә, маржа қанша пайыз? 30-40%. 30-40%. Яғни сізге себестоимостьқа жетпей қалады ақша, сол үшін басқа заказдың ақшасымен ананың несін жауып перекрывать етіп отырамын. Ага. И сондай часто болып отырады. Ну, производстводан үлгермейтіні ғой менің проблемам. Менде всегда былай эффективно болушы еді. Мысалға бір айда заказ жинап алдым. 20 миллиондық заказ болса, октябрь сайын соны стабильно бір айда үлгеріп отырсам, сол кезде өзімнің расходтарымды перекрывать етіп отырам, и өзімнің табатын табысымды үлгеріп отырам да. А менде вот постоянный кассовый разрыв ең бөлім осындай да. Қандай құралдар пайдаланып көрдіңіз кассовый разрывтан шығу үшін? Ешқандай құрал болды. Ешқандай құрал. Қанша уақыт болды кассовый разрывға түсіп кетіп жүргеніңізге? 2 жылдың төңірегінде шығар. 2 жыл бойы жүрсіңіз. Иә. Так, қандай сумма кассовый разрыв ай сайын жетіспейтін ақша? В среднем айтсақ, 3-4 миллион. 3-4 миллион ай сайын жетіспейді. Заказ көбейтсеңіз, кассовый разрыв та көбейе береді. Менде еще бір проблема, заказдан вообще проблема жоқ. Көп түсе береді там. Допустим, условно, кішкене таргеттің еткеннің өзінен де, заказдан вообще проблема жоқ. Основной проблема сол жаңа производствоны үлгермейтіні. Ал производствоға көбірек адам алайын десем, бізде в основном ручной работа ғой. Кез келген адамның қолы келмейді оған. Оны үйретуге уақыт, еще бір қорқыныш, то, что он зарплатасының ақшасын шығарамай қалам ба деген сияқты. Кімде сондай қорқыныш бар? Мен адамды алам, бұл адамдар менің немді айлығымды өзін шығармай қалады деген. Енді қараңыз. Шешімі. Ең бірінші шешім айлыққа байланысты, иә? Міне. Айлық тең болады нәтижесіне. Иә? Мысалы, қанша коробка жасайды, сол коробканың әр коробкасына мынандай сумма алады деген келісім болады да. Бұның аты KPI, Key Performance Indicator, ключевой показатель эффективности. Әрбір адамның өзінің нәтижесіне. Екіншіден, біздің мақсат бұл жерде площадь қанша квадратный метр? 300. 300 квадрат. 300 квадратный метр. Қанша адам жинауға болады оның ішіне? 24 адам деді. Максимально 24 адам жұмыс жасай алады. Қазір қанша істеп жатыр? Қазір 18 адам. Так, 18 адам қазір істеп жатыр. Яғни бізге жетпейтін 6 адам алуымыз керек та. Бірақ 6 адам алғанның өзінде де бұл бүкіл проблеманы шешпейді ғой. Жаңағы 18 адам ішінде еще өзімде бармын. Еще өзің барсың? Өзің де істейсің ба? Өзімде производство көмектесем.
Я такой красавчикпын ғой, бәрін өзім істеймін, бәрін өзім үлгеремін, менен басқа ешкім жақсы жасамайды. Аха. Біз біргеміз деші. Біз қазір мысалға біреу упаковка берген кезде, в основном бывает то, что адамдар готовый решениямен келмейді, адамдар білмейді де, что он хочет. У него, например, допустим, есть, ну, условно, есть традиционная одежда, что-то продает, он товарный бизнеспен айналысады. Ол келеді, бізге упаковка керек дейді. Он сам не знает, что такое. И бывает, бір жерден суреттерін скачивать етіп алады да. Осындай істегім Осындай келеді. керек дейді. А мен ол параметрін білмеймін, и приходится там разбирать, Сен әрбір клиентке өзінің индивидуальный несін разбор жасайсың, индивидуальный дизайн шығарасың. Иә. Опа, бұл да проблема. Біз андай массовкаға жасамаймыз да, индивидуально ғой. Вот, сол ғой, сол да проблема да. Бұл мебельге де, мында мебельщиктер бар, иә? Я соған байланысты. Ол да сондай проблема да. Әр клиент бір келет, бір дизайн, біріне бөлек-бөлек нетесіз. Сосын оған аз ақша аласыз. Енді осы бар адаммен, немесе тағы да адамды алып 24 адаммен біздер басқа вариант істей аламыз да. Конвейерное производство. Бірақ конвейерное производство шығару үшін біздерде единый бір модель стандарт болу керек. Сонда келет, менде мынандай киім дейді, айтасың. Міне мынандай стандарт, мынандай 3 варианты бар. Ол өзінің размерін таңдап алады да, сондаймен мынадан 1000 штук ай сайын керек дейді. Иә, мен ол жайлы ойлағам, бірақ қазір данный момент оған уақыт жетіспейді де, менің то, что делегировать ете алмаймын да оған. Өзім уақытымды босатсам, мен ойлағам сол жайлы, мысалға ниша парфюмдарға мен мысалға 3-4 вариант упаковка шығарам. Ол когда они будут обращаться, менде осындай варианттар бар. Выбери из этих вариантов. Он будет выбирать только цвета, какие ему нужны, и количество будет говорить. Әр нишаға мен уже готовый упаковка дайындап қояйын дегенмін. Иә, міне қараңыз, индивидуальный солай қала береді. Иә? Индивидуальный. Бірақ индивидуальныйдың бағасы жоғары болады да всегда, чем конвейерныйға. Аслан, қара, міне дәл осындай коробка, бірақ түсі мынандай, лентасы мынандай, тағы бір нәрсесі мынандай қылып өзгертетін болсан, плюс к прайсу столько-то процентов. Бағасына осы жама қосамыз деп айтасыз. Ал мына жерде бағасы мысалы $1 болсыншы. Иә? Мынау уже $1,5 болады индивидуальный деген сияқты. Плюс, если саған срочный керек болса, плюс тағы да бір какой-то процент қосылады. Біздер клиенттерге айтқан кезде... Жоқ, біз так и работаем, біз сөйтіп жұмыс істейміз. Клиенттерге айтқан кезде біздер былай айтамыз да. Міне, дешево, арзан, да, быстро и качественно. Выбирай, дейміз. Что ты хочешь? Я хочу дешево и качественно. Тогда это не быстро. Очередьте күтесің. Себебі менде қазір срочно жасап жатқан заказдарым бар. Хочу дешево и быстро, тогда это, извини. Қысқаша айтқан кезде заказчикте право выбора должно быть. Да, өздері таңдайды да. Сол осыдан уже бізде прайс шығады да. Сонда стандартизация болады. Бізде мысалға стандартный коробкалар бар, там условно круглые коробки, они по размерам бізде делятся. Условно круглых коробок там размеров где-то 20-30, прямоугольные коробки деген сияқты стандартный размерлер бар. Это метод масштабирования. Яғни мысалы кімді Макдональдс алатын болсақ, KFC, Макдональдс менюларын көрдіңіз ба? 5-6 наименование. 500 емес. Бізге барасың, басқа бір қазақстандық жаңа кафе ашқан, ішіне кіресің, 150 наименование да. Сол үшін 150 наименованияның барлығын қамтамасыздандыру үшін ол не істейді? 10 повар, восточный повар бөлек, европейский повар бөлек, шашлычник бөлек, анау бөлек, мынау бөлек, плов пісіретін адам бөлек. Ал KFC-да не істеген? Или Макдональдста бір адам істейді бәрін. Себебі 5-ақ наименование. Түсініп отырсыз, сөйтіп біздер наименование қысқартқан сайын біздер количество көтере аламыз да. Сондықтан мысалы мына конвейерный производство болса стандартизация болады да. Сөйтіп біздің мақсат бүкіл клиентпен жұмыс жасау емес. Біздің мақсат өзіміздің клиентімізді тауып, меньше работать, больше зарабатывать. Категория жасаймын мен. Мен бәрібір мына жерде мынау ең қымбат, ең VIP премиум пакеттерді алатын адамдар ғой. Но на этом, соответственно, я больше всего зарабатываю денег. Солай ма? Иә. Мынау стандарт орта нәрсені алады да.
мынау эконом. Эконом 5 теңге төлейді да 5 миллион төлегенде сені зорлайды. Иә, бар ондай. Бар ма ондай клиенттер? Бар ондай, иә. Значит, мы можем от этого клиента отказаться. Я лучше буду работать с 3 VIP-клиентами, чем 30 эконом-клиентами. Мгм. Сонда и производство үлгереді мына жерде. Міне, и площадь позволяет, да, делать. Яғни бізде мына шешімі клиенттің аудиториясын ауыстыру. Яғни көбірек төлейтін клиенттерге көшу. Мгм. Сонда біз мына жерде адам санын да көбейтпейміз и конвейерный производстволарға жасаймыз, да. Получается, вкратце түсінген кезде өзімізде индивидуальный каждыйына нетпей, өзімізде конвейерный производство, өзіміз Бір стандартпен шығарасыз. готовый предложениеміз болу керек. Иә, готовый предложение, біздер осындай істейміз, болды. Қалғандарын доп не болып жатса, бағасын 2 есе 3 есе көтеріп жібересің, болды. Алмасын деп. Саған желательно ондайды алмаған жақсы. Конвейер болатын болсан, конвейердің преимущество неде? Сен айтып отырсың жаңа, қиын ана адамдарды үйретуге, нетуге деп отырсың, иә? Солай, қиын ғой адамдар. Конвейерда уже жеңіл болады. Несі жеңіл? Бір адам тек қана бір функцияны істейді да. Әрқайсысы біреуі поддонын жасайды, екіншісі стенкісін жасайды, үшіншісі крышкасын жасайды, төртіншісі соны монтаж, бесіншісі клейлейді, алтыншысы тағы бір нәрсе істейді. Сөйтіп кетіп кетіп жатқан кезде, әрқайсысы өзінің орнынан бір нәрсені істей бергенде, сонда оны жеңіл болады да. Жұмыстан шығарып жібердім, екінші адам келген кезде оны тез үйретіп жібереміз да. Сен тек қана бір функция істейсің, былай болды. Бір шурупты бұрайсың, или бір клей жағасың, или бір функцияны істеп отырады. Сөйтіп конвейер кетеді. Конвейер жасағандықта эффективность көбейеді да. Оның атасы, конвейердің атасы кім ғой? Форд. Генри Форд. Оның есебі бойынша 30 адам бір көлікті жинайтын болса, бірге, әрқайсысы бөлек-бөлектен жинайтын болса, онда ол 2 аптада бір көлік шығады дейді да. Ал егер бәрі 30 адам қатарынан конвейерге тұрып алып бір машинаны жинайтын болса, бір көлікті конвейермен, онда сағатына бір көліктен шығарып тұрады да. Эффективность көтеріледі. Яғни сол адамдармен санын көбейтпей, біздің мақсат производственный мощностьті көбейту. Сонда конвейермен. Зато конвейер болатын болса, сенде уже өзінің бағасы себестоимость түседі. Себестоимость түскен сайын прибыль өседі. Япониядағы компаниялардың айырмашылығы, біздің компаниялар бағасын көтере береді ғой. Япониядағы компаниялардың айырмашылығы, олар бір-бірімен бағасы бірдей, бірақ бір-бірімен немен жарысады ғой? Мына жердегі таза пайдасымен, сколько ему остается, сонымен жарысады. Сколько он может сэкономить, оптимизировать. Шығындарды үнемдеп. Менде мысалға осы нишада конкуренттер көп демпинговать етеді, мысалы. Менің бұл как раз сен бұл құралды пайдалансаң, сен одан сайын түсіріп, оларды сындыра аласың. Себебі олар олай істей алмайды. Себебі оларда конвейерный производство жоқ. Бұл рынокта мен ерекшеленетін, біз любой упаковка жасаймыз да, трудный. Именно сол сенің ерекшелігін бұл жерде сені құртып отыр. Түсінікті ғой? Себебі сенің ерекшелігін бұл жерде сені құртып отыр. Сондықтан индивидуально окей, но прайс плюс. А так мне стандартный. Мысалы, маған стандартный алған ыңғайлы. Менің көйлегім стандартный, сен под общий не шығарасың ғой. Менің көйлегімнің ені мынандай. Маған ол сантиметр плюс, сантиметр минус болса, не имеет значения. Солай ғой? Да? Мне себестоимость имеет значение. Кәсіпкер ретінде мен өз бағасын есептеймін. Түсіндіре алдым ба? Иә, түсіндім. Просто осындай маневр жасасам, өзім клиенттерім жоғалта алмаймын ба? Жоғалтасың. Однозначно жоғалтасың. Но оны жоғалтпас үшін сіз не істейсіз? Жайлап істейсіз, көшіресіз оны. Стандарт бірінші дизайндар шығару керек. Одан кейін клиенттермен согласовать ету керек. Мынандай дизайн шығарсам, осындай стандарт саған бір істей берсем, сен аласың ба? Давай сенімен долгосрочный келісімшартқа отырамыз, сен менен осы коробкаларды, осы упаковканы жыл сайын 5 жылға контрактқа аласың, зато саған мынандай дисконт беремін дейсің де болды. Заранее 1 жылға заказ алып аласың да. И бұл не болады? Фундамент болады да. Сонда қорқпайсың да жоғалтуға клиенттерді. Зато новыйлар келгенде бағаны бейт керіп отырып, бағаны көтеріп тастайсың да. Я не для всех, не для того мама орла воспитывала дейсің. Ана кейбір компаниялар болады ғой, клиенттерін отшивать ететін. Көресіз ғой? Hermes сияқты, сол сияқты болу керек қой бізге де. Еще тағы бір сұрақ.
Контроль качествоны қалай дұрыс жасаса болады, на каждой позиции контроль качества жасаған дұрыс па? Мысалға, чтобы сізде понимание болу үшін, сіз коробка заказ бердіңіз, 4 бұрышта 500 штук. Ол поэтапно болады, мысалға, резкіден өтеді. Мысалы, керекті формада оны кесеміз. Кескеннен кейін сборка болады. Сборка голый каркас картон дайын болған соң, келесі этап ол оклейка. Оклейкадан кейін уже логистикаға дайындаймыз да, мысалы. Мынау сенің конвейерный линияң болады. Әрбір этапта, әрбір линияда әрқайсы өзінің бір жұмысын жасайды. Иә. Енді соны тексеретін адам отдел технического контроля, ОТК дейді. ОТК әрбір этапта өзінің стандарттары болады. Сол стандарт бойынша ОТК-ның печати басылмай, ана партия келесі этапқа өтпейді. ОТК-мен таныс болу үшін бәрін қағаз бетіне түсірейін ба? Иә. Какой стандарт болу керек? Стандарт. И ОТК-ның психотипі қандай адам болады? Саған өте лояльный адам да. Тек қана сенің айтқанына тыңдайтын адам. Басқаларына бәрібір оған. Типа андай гнилой, да, конченый. Команда оны жек көреді. Потому что команданың минустарын шығарады. Бірақ ол компанияның сапасын көтереді. Ана ТБшниктер болады, сондай стройкада байқасаңыз, сондай гнилойлар болады. Или кейбір жаңағы нелер болады, сондай компанияның адамдар болады. Тек қана өзінің бір правиласымен жүретін адам. Технадзор, білесіздер ғой, сондай адам, конченый. Сондай конченый адамды алу керек. Зато бұлар сенің сапаңды көтереді. Ол отдельно то, что который істеп отқан адамдардан бөлек, шеттен біреу вообще ешкім танымайды оны. Ешкім онымен дос болмайды, сондай адам болу керек. Егер бұл производство, а если продажи не болса, ол отдел контроля качества, бізде бар ондай адам, бұл менің кластасым. Бұл ауылда отыр, біздің ауылға бәрі жете алмайсың, сен оны бар, бытшын шығарайын десең. Сен оны менен басқа ешкімге лояльный емес, потому что маған жаны ашиды, солай ма? Сондай адамды. Еще плюс инвалид, ол үйде отырады да. Оған да жұмыс болады. Плюс еще сауап аласың. Бір минут сөзіңізді бөлейін. Жаңа ОТК-ны бір адам каждый позицияны тексеріп шығатындай қылып жасайын ба? Иә, бір адам бәрін тексеретін. Бір адам жеткілікті. Себебі, мысалы, норматив жасаймыз. Бір сағатта сен, мысалы, 10 поддон дайындауың керек деп. Иә. Сол келеді да 10-ны тексеріп алады, сапасын қарайды да, сол партияға қол қояды, или печать қояды, ОТК деген, сол келесі этап. Сөйт, әрқайсысын сөйт тексеріп шығады. Ал каждый позиция соны дұрыс жасай алмаса, как их наказывать? Жасай алмаса, мына жерде KPI деген бар. Әрқайсың. KPI, Key Performance Indicator, біздер әрқайсының санына, сапасына, уақытына қоямыз. Типа сен условно осынша коробка сенде, мысалы, рұқсат брак жасауға, мысалы, 100 единицадан, мысалы, біреуіне брак жасауға болады деген норматив болады. Брак азайтқан сайын, брактың пайызын азайтқан сайын, сенің KPI-ің өсей береді. Брак көбейген сайын, бұл жерде баланс табу керек та, производствоның ең маңызды нәрсесі баланс табу. Мынандай нәрсе болады, адамдар расслабленно жұмыс жасайды. Бірақ сапасы мықты болады. Сол үшін расслабленно үйреніп кетеді да жұмысты. Біреу тез істейді, бірақ сапасы құлайды. Сондықтан біздің мақсат ортасынан табу. Сапасына зиян етпейтіндей, бірақ эффективні уақытын пайдаланатындай және санын шығаратындай. Соған төлейміз біз. Мен бұрын оларға чисто оклад төлейтін, ең басында бастаған кезде. Потом сенде кроме клиентов текучка еще сотрудников начнется. Мына 18-ден бір 5-6 точно қашып кетеді. Из-за чего, который контроль качества санынан кейін. Иә, ОТК үшін, одан кейін KPI үшін айтады, қойшын басын ауыртқым келмейді. Сондай сотрудниктер болады, басын ауыртқысы келмей, тек қана ай сайын айлығын алып жүргісі келетін адамдар. В общем, соған дайын болу керек. Оған дайын болу керек. Сондықтан алдын ала мен не істер едім сенің орнында? Мен қазір мына жерге жас нелерді алып, адамдарды алып, соларды оқытып бастар едім өзім. Әрбір этапқа бөліп тастап, бірінші мида бір апта саған дайындық керек та. Бірінші процесстерді бөліп, одан кейін жасалатын столдарды бөліп, кім қай жерде не істейтін, қалай істейтін есептеп қарап, содан кейін ғана іске енгізер едім. Оның алдында бір-екі мында қаладағы заводтарға нелерге барып қарап келер едім да. Анализ жасап, қалай болып жатыр, не болып жатыр, олардың әрбір отделдің, әрбір ненің пункттың, точканың жаңағы басшысымен сөйлесіп, қандай показательдармен, қандай таблицалармен істеп жатқандарын. Содан кейін ғана өзіме соның барлығын алып енгізер едім да. Тағы да бір не сұрағым. Қате істедім бе, или дұрыс істедім бе? Мысалға жаңа айтып отырмын ғой, басында оларға чисто оклад істейтін, сосын окладта істеген соң уже жаңа байқай бастадым да, чтобы на расслабоне адам жұмыс істеді. Оклад жүріп жатыр, проблема жоқ. Потом сделал так, что основной зарплатасының суммасын азайтып тастадым да бонусами. А бонусы выплачивал типа 2 бригадаға бөліп тастаған басында. Первая, вторая бригада, и у каждой бригады есть свой бригадир.
И какая бригада больше заказов сдает в месяц, он сол продажадан 2% сол Мгм. бригадаға бөліп беретінбіз. Мгм. Дұрыс. Ал қазір сделал так, что оған приходится әрбір бригадаға барып, өзім уақытын кетіріп тоже делегировать ету үшін екі бригададан бригадирлерді алып тастадым да, заведующий производство сияқты, зав производства, мастер производства. Бір-ақ адам қарайды, бүткіл заказдарды распределение сол кісі жасайды. Мысалға, анау сборкада тұрады, мынау клеить етеді деген сияқты. Процентті общий алады. Оларда сұрақ болған, типа, баяғыдан істеп келе жатқан адамдар мен жаңадан істеп келе жатқан адамдар бірдей алса, ну, типа, обидно болады ғой деген сияқты. Мгм. Сосын я сделал так, что, мысалға, общий бәріне процентті бөліп берем. Кто, например, на работу не вышел, ол азырақ процент алады. А те, которые уже изначально менде 4-5 жыл істеп келе жатқан адамдар, олар помимо вот этих 2% от заказов 0,5% мен оларға қосып беремін. Дұрыс дедім. Дұрыс, пока дұрыс. Бірақ оның барлығы өзгереді ертең. Олар уже Қазір суммасына сәйкес болмайды. Сумма продажаға. Себебі продажа емес, производствоға байлаймыз. Продажаға байланысты болмау керек. Себебі продажада бұл жерде сенің мына проценттерін қосып, бұл сеніңнен ғой, сенің пайдаң ғой, олардікі емес. маржадан кете бере ма? Иә, маржадан кете береді. Сондықтан бұл жерде біздер суммаға байламаймыз, біздер количество, качество и время осыған байлаймыз. Яғни қанша количество шығарды, қанша уақытта және қандай сапамен, сол үш көрсеткішке байлаймыз. Сонда уже нақты олардың KPI-лары за изделие, за время соған болады. Яғни өзінің уақытына, өзінің сапасына болады. А ол сосын өзгереді. Бірақ ол өзгерісті енгізу үшін бірінші конвейерді саған жазып шығу керек, барлығын есептеп, пока олар тиіспейсін. Бір нәрсе енгізердің алдында бірінші бәрін есептеп дайындалу керек. Содан кейін ғана. Жаңа KPI-ді продумать ету керек, оны дұрыстап ойлап. KPI неден шығады? Конвейерден шығады. Бірінші конвейерді продумать ету керек. Сенің процесстеріңді қарап, есептеп, сосын соған көрсеткіштерді байлау керек. Сонда нәтиже шығады. Сосын сол нәтижеге байлаймыз. Типа, қай цех қандай көрсеткіш көрсету керек, типа, качественный сбор. Одан кейін уже не болған, конвейер болған кезде узкое горлышко деген не пайда болады. Узкое горлышко қай жерде проблема? Қай жерде уақыт ұстап қалып жатыр, уақыт ұстап қалып жатыр. Значит, сол жерге сен тағы да адамдарды или конвейерді ұзартуың керек, процесстерді. Осыларды жазсам, уже там будет понятно, қай жерге нету керек. Все понял. Түсінікті ғой, иә? Ну, в принципе, мен жайлы уже нетсек болады. Мен өзіме керекті информацияны таптым. Так, сонымен қандай шешім қабылдадың? Өзім үшін шешім, нәтиже, жаңағы KPI қалай дұрыс нету керек екенін жақсылап ойластыру керек, қалай оларға KPI төлейтінімді. Потом маған контроль качествоны тексеретін бір адам алуым керек шеттен. Потом конвейерный производство жасауым керек, а не индивидуальный каждый жасайтындай. И вот эти уақытымды босқа алатын эконом-классты потихоньку надо от них избавляться и работать над тем, которые больше будут платить. Маржаның көп алатын, мысалы, VIP стандарты. Эконом-класстан қалай құтыламыз? Условно, үлкен бағаны айтам да. Бағаны көтереміз. Отпадать ете бастайды өздері. Бағаны көтеріп бастаймыз. Бізде кейс бар. Тараз қаласында частный мектеп бар да. Айына 46 мың теңге алады бір балаға оқуына. Былай себестоимость бәрін есептеп шыққан кезде бір балаға расход кететін 45 мың 200 теңге себестоимость. Таза пайдасы 800 теңге. Представляете? 3 жыл бойы 800 теңге таза пайда бір баладан көріп отқан ғой. Андай да, біздің қазақтың сондай несі бар, призвание, мен деген балдарды оқытып жатыр, мен деген сауапты іспен айналысып жатырмын. Я говорю, но это не бизнес, тогда переименуй. Не частная школа, а частное благотворительное учреждение. Сондықтан хватит благотворительностью заниматься. Чем больше мы будем зарабатывать, көбірек ақша тапқан сайын, мен көбірек қайырымдылықпен айналыса аламын, так. Сондықтан қазір бұл мектептің бағасы бір жылдың ішінде 107 мыңға көтерілді. Түсінікті ғой, жайлап көтерілеміз да. Қалай көтеріп бастадық біздер? Бір классқа келеміз, айтамыз, осы классқа дополнительно мынандай жақсы мұғалімді алдық, осындай қостық, мынандай трекерді алдық, бүйттік, сөйттік. Сондықтан биыл сіздің оқуыңыз 70 мың теңге болады деп. 350 адамнан 6 адам ба, 8 адам ба шығып кетті бүкіл мектептен. То есть потеря небольшая была. Но зато плюс еще 100 новых учеников пришло. Енді новый келгендерден сұраймыз, не үшін бұрыннан келген жоқсыңдар? Бұрында 46 мың теңгенде бізде түсіндік, дұрыс тамақ бермейді, дұрыс оқытпайды, 46 мыңға невозможно деп. Себебі ақшасы бар адамдар не істейді? Арзан болса бармайды. Ақшасы бар адамдар қымбатқа жүгіреді.
өздеріңіз сөйтетін шығарсыңдар, иә, бір нәрсе алардың алдында арзан нәрсе емес, қымбат нәрсені аласыз, себебі соның сапасы жоғары деп ойлаймыз да. Келісесіз ба? Иә, бәріміз сөйтеміз. Сондықтан мысалға мынандай мәселе бар да, бізде основной кассаны компанияны вообще кормить етіп отқан ол постоянниктер. Условно бүгін бір кісі киім шығарумен айналысып жатыр. Біз онымен уже 2-3 жыл қаншама көп компаниялармен 3-4 жылдан болып істеп келе жатырмық. Вот стабильно кассаны жасайтын осы постоянниктер. Мысалы сіз айтасыз ана VIP клиенттер. Бывает те компании, которые нефтяной компаниялар өздерінің сотрудниктеріне там шикарный бір подарок жасағысы келеді, VIP там упаковкамен. Они одноразовые мысалға. Сондықтан біздің мақсат мына VIP постоянный табуымыз керек. Содан кейін эконом постоянныйға уже айтамыз, бауырым, ренжіме, қазір деген инфляция болып жатыр, жыл сайын 22%, плюс доллардың бағасы көтеріліп жатыр, плюс жаңағыдай келесі жылы бізде новый налоговый кодекс, жаңадан өзгеріс болады, НДС анау-мынауға шығамыз, сондықтан бағасы осыншама пайызға келесі жылдан өседі деп алдын ала біз уведомление жібереміз. Содан кейін кім, келсем осындай немен, сол көрсеткіш болады да, действительно сізге лояльный клиент па, немесе лояльный емес па, тек қана бағасы үшін сізбен жұмыс жасап жатқан ба, сол көрсеткіш болады. Жоқ, мен басқа жерден іздеймін, не десе, все, рахмет дейсіз да. Бірінші клиент табамыз, содан кейін ескілермен құтыламыз. Ана ескілерге келіп, ойбай, бағаны көтеріп жіберіп, оларды жоғалтып алып, мынаны да таппай, онда кассовый разрывке одан да жоғары кетіп қаламыз да. Все хорошо. Түсінікті ғой? Иә, маркетинг сол үшін керек. Иә, рахмет. Үлкен рахмет сізге, бәрін түсіндім. Түсінікті ғой. Біз андай бәріне жақсы болуымыз келеді ғой, қарым-қатынасты бәріне жақсы болуымыз. Бірақ сапаны көтеру үшін сондай жаман адам болу керек. Бір овчарка болу керек та. Иә, жаңа біздер енді упаковка шығаратын компанияны разбор жасадық, талдадық. Иә, менің қандай түсінген нәрсем бар, иә. Бұл жерде клиенттің разылығын ойлаймын деп, өзінің пайдасын ұмытып кеткен кәсіпкер. Өзінің компаниясы постоянно кассовый разрывте, бірақ клиенттері постоянно довольны, да? Сондай компания ма? Шешім қандай? Шешім бірінші очередь өзіңнің компанияны, команданы соны ойлау керек, содан кейін ғана клиентті ойлау керек. Клиент всегда прав деген дұрыс емес. Түсінікті ғой? Клиент не всегда прав. Чаще всего не прав клиент. Сондықтан первую очередь ең бірінші шешім өзімнің жаңағыдай қарнымды немді ойлау, одан кейін өзімнің командамды ойлау, компанияны ойлау, содан кейін ғана клиентті ойлау. Бізде тек қана клиент үшін деп жасап қойғасын, бізде сол үшін. Әрине, если сен Рокфеллердің ұлы болсан, немересі болсан, бір миллиардердің несі болса, халық үшін қызмет ет. Бірақ бұл жерде баланс болу керек. Халыққа да қызмет ету керек, өзіңнің командаңа да, өзіңнің компанияға да қызмет ету керек. Екеуі тепе-теңдік болу керек. Рахмет. Кім өзін таныды жаңа, кім өзін танып қалды. Осындай клиент үшін бәрін істейді, өзі дым пайда көрмейтін етпейді. Вот түсінікті ғой, клиент таңдау керек. Сондықтан мен мынаны көрген кезде, мен өзіме разбор жасадым, өзімнің компанияма, ана құрылыс магазиніне. Сонда мен командамда 70-тен астам адам жұмыс жасайтын еді. Сол 70-тің 63 адамы мына эконом сегмент обслуживаниемен айналысып жүр екен ғой. Бір инструмент, дрель, бір нәрсе алам деп келеді да, 1 сағат уақытын алады ана менеджердің сату үшін. Ал мына жердегі, мына А мен Б-дағы клиент, соны обслуживать ететін 7 менеджер екен. Уақытын аз алады, бірақ көп пайда алып келеді. Мыналар уақытын көп алады, бірақ аз пайда алып келеді. Сондықтан мен 70 адамнан бұл карантиннің кезінде 7 адам қалдырдым да. Болды. Яғни мен нені есептедім? Эффективность. Үнемділікті есептедім да. Қанша пайыз маған ақша кетіп жатыр мыналардан, қанша пайыз келіп жатыр. Сөйтіп анализ жасағаннан кейін шешім қабылдадым да, сөйтіп тек қана мыналар. Бағаны көтеріп жібердім, бітті, мыналар өздері кетті ғой. Сөйтіп мен тек қана веб клиенттер жұмыс жасайтын болды. Зато тыныш, басың ауырмайды. 70 адамды бақылауға қанша ақша, қанша уақыт, қанша инструмент керек. Ал 7 адамды бақылауға өте жеңіл. Түсінікті ғой? Ол барлығына бармайды. Сразу айтам, кейбір адамдар тек қана эконом сегментпен жұмыс жасайды, кейбір компаниялар. Мысалы, ана арзан деген дүкендер бар ғой. Солар тек қана арзан сегментпен жұмыс жасайды. Олар эконом сегмент, олар А мен Б келмейді ешқашан, өлсе де. Себебі олар Абибас, Адибас деген киімдерді кимейді. Бұны эконом сегмент киеді. Одан кейін бұл в основном ауылдық жерлерде ашылған. Алматы облысында 10 ауылында ашылған.
районный центрларда. Сондықтан бұл жерде тек қана ауылдың адамдары алады. Сондықтан тек қана эконом сегментпен дамиды. Бұның оборотпен табыс табады. Обороты 4-5 миллиард теңге айына. Бірақ маржасы өте төмен. Соның арқасында тек қана обороттың арқасында көріп отыр да табысын. Есімде жоқ, шын айтсам, біздің не шәкірттеріміз ғой, соны алдында анализ жасағанда. Немесе B2B сегментте де бар. Ана металлопрокатпен айналысатын компаниялар бар. Олардың прибылі 3%. Мен бір шәкіртім болды, 1 миллиард оборот жасайды, 30 миллион таза пайдасы. Өте аз. Мен айтам да, лучше сен 50 миллион оборот жасада, 30 миллион таза пайда көрдім. Риск. Налог, за минусом налогов и тогда бәрі минусовать еткенде. Сондықтан біздер барлығын манадан бері көріп отырсаңыз, санмен есеппен шығарып отыр. Көрдіңіз ғой? Шешімнің барлығы тек қана санмен есеппен жүреді. Люди врут, цифры не врут дегенім осы да. Сондықтан бүкіл шешімді қабылдардың алдында бірінші біз санмен есеппен анализ жасап аламыз, сосын шешім қабылдаймыз. Эмоциямен емес. Санмен есеппен. Сондықтан барлығын есептеп, сосын шешім қабылдау. Соны стратегия содан шығады. Что ты хочешь, до какого размера хочешь и как ты это хочешь, содан шығады да. Түсіндіре алдың ба?